эскимо тортун дайындаймыз. Бул үчүн бизге темир ыдысыбызга 250 грамм сөт және 180 грамм кантымызды бір араластырып аламыз. Және осы массаның үстіне жұмыртқаның 3 сарыуызын және 60 грамм унумузду қосып, жақсылап бір араластырып аламыз. Және аталған заттарды баяу отта үнемі араластыра отыра заварной крем дайындаймыз. Яғни оның түйіршіктері қалып кетпеу үшін үнемі араластырып отыру қажет. Масса қоюланған уақытта оттан аламыз, яғни асы күйіп кетпеуі қажет. Басқа ыдысымызға салып суытып аламыз. Және беткі жағы қатып қалмауы үшін бетін пищевая пленка болмаса целлофанмен жауып, жақсылап заварной кремді суытып аламыз. Енді келесі кезек бисквитті дайындаймыз. Ол үшін бізге үй температурасындағы 6 жұмыртқа және 300 грамм қантымызды әбден көлемі ұлғайғанға дейін, яғни масса әппақ болып көпіргенге дейін жақсылап миксерлеп аламыз. Яғни жұмыртқалы масса өзінің көлемінен 2-3 есе ұлғаюы қажет. Және басқа ыдысымызға 150 грамм сөт, 150 грамм сарымайымызды отқа қойып, яғни сарымай толық еріп кеткенге дейін екеуін отта ұстаймыз. Енді бізге миксердің қажеті жоқ. Бисквитті басып алмас үшін тек лопатканың көмегіне жүгінеміз. Және жұмыртқалы массамызға ерген сарымайларды құйып, 1-2 рет араластырып аламыз. Және басқа ыдысымызға құрғақ заттарды, яғни 60 грамм какао, 270 грамм ұн, 2 шай қасық қопсытқышымызды араластырып, електің көмегімен елей отыра қамырымызға қосамыз. Яғни бисквиттарға құрғақ заттарды міндетті түрде електің көзінен өткізуіміз қажет. Құрғақ заттарды өткізіп алған соң, лопатканың көмегімен, яғни астыдан үстіге аудару арқылы қамырымызды жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап бір араласса болғаны, көп араластыруға болмайды. Себебі бисквитіміз басылып қалуы мүмкін. Мінекей қамырымыз дайын болды. Пешімізді алдын ала қыздырып аламыз. Және диаметрі 22 см болатын формаларға теңде 2-ге бөліп құямыз. Және бізде яғни 2 бисквит шығуы қажет. Және 170 градуста 40 минуттай пісіріп аламыз. Піскен бисквиттарды таяқшаның көмегімен тексеріп көріңіз. Жақсылап суытып алып, формамыздан примерно 15 минуттан кейін шешіп аламыз. Жақсылап суыған бисквиттарымызды әрқайсысын теңде 2-ге бөлеміз. Яғни бізде общий 4 бисквит, то есть 4 коржик шығуы қажет. Негізі бисквиттарды бөлген кезде ара пышақ жақсы бөледі, болмаса струнаның көмегіне жүгінуге болады. Яғни бізде общий 4 коржик шықты. Келесі кезек тортымызды жинаймыз. Енді бізде аяқталмай қалған кремімізді жалғастырамыз. Яғни үй температурасында, яғни еріп тұрған 82,5% болатын сарымайымыздың үстіне суыған заварной кремімізді саламыз. Яғни бұл жерде сарымайдың пайызы 82,5%-тен төмен болмауы қажет. Екеуін бір ыдысқа салып, жақсылап масса ағырғанға дейін жақсылап миксерлеп аламыз. Заварной кремнің түйіршіктері қалмауы қажет. Яғни сарымайымыз біраз ағарып, өте сондай пышный масса шығуы қажет. Неге бізде крем дайын болды. Енді осыны коржиктарымызға жеткізіп жағып шығамыз. Тортымызды жинаймыз. Ол үшін бізге торт жинайтын кольцоның көмегі қажет.
коржығымызды орналастырып, кремімізден 4-5 ас қасықтап сала отыра, әр коржыққа жақсылап барлық жеріне жеткізіп жағып шығамыз. Және дәл осылай екінші, үшінші, төртінші коржықтарға да толықтай кремімізді жеткізіп, тортымызды толықтай жинап аламыз. Енді қалған кремді тортымыздың беткі және шеткі бөліктеріне теңдей жеткізе отыра жағып шығамыз. Кольцодан шешіп алып, шеткі жақтарына да толықтай кремді жеткіземіз. Қалған кремді шет жақтарына жағып, тортымыз дайын болған соң кемінде 30-40 минут холодильникке салып аламыз. Неге креммен толықтай тортымызды қаптап шықтық. Ендігі кезек сыртқы сәндеу, яғни ганаш жасаймыз. Келесі кезек ганаш жасаймыз. Ол үшін бізге 180 грамм шоколад, яғни Қазақстан шоколады, және 70 грамм сұйық май екеуін араластырып, водяной банядай жақсылап ертіп аламыз. Яғни сулы моншада толықтай шоколад еріп кеткенге дейін екеуін араластырып отырамыз. Және суылған соң холодильниктен шыққан кремімізге толықтай беткі, шеткі бөліктеріне жеткізе отыра ганашымызды құйып шығамыз. Ганашты толық жағып біткен соң, кемінде 2 сағат, яғни шоколады қатқанға дейін холодильникте кемінде 2 сағат ұстаймыз. Неге біздің тортымыз дайын. Өзіңіздің қалауыңызша беткі жақтарын сәндеп шықсаңыз болады. Тортымыз өте нәзік, дәмі керемет және өте жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Назар аударғандарыңызға рахмет. Ас болсын.